Сәлем достар, сіздер қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге Бөтен адам деп аталатын ғылыми фантастикалық экшн фильмін баяндап беремін. Фильм шамамен 800 жылдардың тұсында үлкен ғарыш кемесінің жерге құлап түсуінен басталады. Ол бір көлдің ортасына келіп түсіп, соның салдарынан маңайдағы жануарлар үркіп қашады. Көп ұзамай дамыған ғарыштық киім киген екі гуманоид қираған кемеден шығады. Олардың бірі ауыр жараланған серігін жағаға сүйреп жеткізеді. Өзі де діңкесі құрып, шлемін шешкен бойда есінен танып қалады. Осы сәтте оның көз алдына өткеннен қысқа елестер келеді. Бірнеше сағаттан кейін есін жиған ғарышкер жолдасының көкірек жарақатынан көз жұмғанын түсінеді. Ол не болғанын ұғып алмақ болғанда, алыстан бір түрлі робот дауысын естиді. Сөйтсе, оның жасанды интеллектісі бар құрылғысы көлде қалқып жүр екен. Ол құрылғыны тез алып шығып, компьютерге осы планетаға қатысты барлық деректерді жүктеуді бұйырады. Компьютер арнайы тетік шығарып, бүкіл мәліметті тікелей оның көздері арқылы жіберіп береді. Содан кейін ғарышкер серігінің мүрдесін жерлеп, маңайдағы орманды зерттеуге кіріседі. Бірден ол жойылып кеткен ауылдың жанында жатқан алып киттің өлексесін көреді. Мұны адамның ісі емес екені анық. Сол сәтте ғарышкер өзін әлдекімнің аңдып тұрғанын сезеді. Ол қаша жөнеледі, бірақ ат үстіндегі жауынгер оны қуып жетіп, есінен тандырады. Ғарышкерді айналасы ағаш дуалмен қоршалған викингтер ауылына әкеледі. Ауыл ортасындағы үлкен залда король Хроктар жас қызы Фрейяға қылыштасуды үйретіп жатқан еді. Фрейя әкесіне өзінің сыйласуға тиіс адамы таққа таласушы Вульфрикке тұрмысқа шықпайтынын айтады. Дәл осы кезде Вульфрик залға кіріп келеді. Бірақ оның менмендігіне шыдамаған Фрейя кетіп қалады. Хроктар мен Вульфрик содан соң жақын маңдағы ауылды ойрандаған белгісіз шабуыл туралы сөз қозғайды. Анық болғаны, осы оқиғаны тексеріп жүрген Вульфрик жолай ғарышкерге тап болған. Ол бейтаныс адамды тұтқындап әкелген, бірақ қай ауылда екенін біле алмайды. Бұл арада бөгде адамды халықтың алдына шығарады. Жұрт оның киіміне таңырқай қарайды. Вульфрик оны бір лашыққа алып барып сұрақ қоя бастайды. Ғарышкер есімін Кайнен деп таныстырады. Ол солтүстіктегі аралдардың біріненмін, аңшылыққа шыққанмын деп өтірік айтады. Әрине, викингтер оған сенбейді. Әрі жақын ауылды қырып салғанда осы деп ойлайды. Олар Кайненді ағаш діңгекке байлап қояды. Бәрі кеткен соң, Кайнен темір штанганы пайдаланып қашпақ болады. Тура қашып шықпақ болғанда, лашыққа Фрейя кіріп келеді. Сөйтсек, Вульфрик одан тұтқынның жарасын байқауын сұрапты. Сол кеште Хроктар мен Вульфрик тағы да әлгі шабуыл жайлы сөйлеседі. Патша өз адамдарына қырылған ауылдың көсемі Гуннарды тауып, бұл шабуылды біз жасамадық деп жеткізуді бұйырады. Ал лашықта Фрейя Кайненнен шабуылды жасаған өзіме деп сұрайды. Бірақ ол бұл айыптауды үзілді кесілді жоққа шығарады. Екеуі сөйлесіп жатқанда, Кайнен байлаудан босап шығып, Фрейяны сұлатады да қашпақ болады. Сол сәтте күзетші мүйізін тартып, ауылға жау шапқанын хабарлайды. Барлық викинг қаруын асынып, Гуннар келіп кек алғалы жатыр деп ойлайды. Бірақ олар көп ұзамай, жау әлдеқашан ауылға кіріп кеткенін түсінеді. Бұл беймәлім жыртқыш жат жерлі жануар еді. Ол көзілеспес жылдамдықпен бірнеше адамды жайратты. Жақын маңда Кайнен не болып жатқанын шамалап, хайуанды қуып барады. Алайда кеш қалып қояды. Бөгде мақұлық күзетшіні шеңгел деп дуалдың шетіне апарып тастайды. Кайнен оны Морвен деп атап соңынан қумақ болады. Бірақ викингтер тағы да оны ұстап алады. Олар оны жазғырып, тасқа байлап тастайды. Әлсіреген Кайненге Морвеннің өз әлемін қалай қырып жойғаны туралы елестер көрінеді. Ертеңінде ол үлкен залға жеткізіліп, Хроктар алдында жауап береді. Патша оған өзін ақтауға мүмкіндік береді. Кайнен Морвен атты құбыжықты аңдып жүргенін айтады. Ол оның халқын қырып, құйрығындағы жарықтар мен жемін арбайтынын түсіндіреді. Кайнен абайсызда Морвенді осы ауылға ертіп әкелгенін де мойындайды. Бірақ Хроктар бұл әңгімені сандырақ деп қабылдайды. Кайнен викингтердің сол мақұлықты қалайда іздеп шығатынын біледі, және олардың жорығына қосылуға рұқсат сұрайды. Көп ұзамай викингтер Кайненмен бірге атқа қонып, құбыжықтың ізіне түсіп, ауылдан аттанып кетеді. Жолда кетіп бара жатқанда, ұсталықпен айналысатын Баромир Кайненге мейіт ұсынып көреді, бірақ ол лақтырып тастайды. Біршама уақыттан кейін Вульфрик маңайдағы бірнеше өлікті байқап қалып, топты шағын жасақтарға бөлуді ұсынады. Кайнен бұған қатты қарсы болады, бірақ патша адамдарын жұп-жұп болып іздеу жүргізуге бұйырады. Хроктар мен Баромир орманның ішіне тереңірек өтіп, көп ұзамай шабылған аттың басына тап болады. Ал басқа бір жұп үңгірдің сыртынан күйіп қалған денелерді тауып, ақмақтықпен ішке кірмек болады. Бірнеше минут өткенде орманды қорқынышты айқай шыр айналдырады.
Барлық викинг үңгірдің аузына жиналып, жолдастарын құтқару үшін ішке қарай лап қояды. Олар іштен алып аюды кездестіреді. Ол айласына баспай долданып шабуылдайды. Қатты шайқас басталып, тағы 2 викинг қаза табады. Бірақ Кайненнің ержүректігінің арқасында топ аюды бірнеше жерінен түйреп өлтіруге қол жеткізеді. Осы ерлігі үшін Хроктар Кайненді азат етеді. Ауыл үлкен той жасап, аюды өлтіргендіктің құрметіне той-думан ұйымдастырады. Сол түні шат-шадыман кезінде Кайнен викингтердің киімін киіп, патшаның қасына отырғызылады. Жаңа келген адамның тез бедел жинағанына аздап қызғанған Вульфрик оны қалқандар ойынына шақырады. Ойынның шарты бірнеше адам қалқандарын қатар ұстап, жол жасап тұрады. Қатысушы солардың үстімен тепе-теңдікті сақтап жылжуы керек. Бірнеше айналымнан кейін Кайнен құлап кетіп, дәл Баромирдің үстіне түседі. Бірақ тәкаппарлық жасамай, оны күліп түзеп жібереді. Осы сәттен бастап, екеуінің бір-біріне сенім арта бастағаны анық байқалады. Ұлы залдан шыққан соң, Кайнен Фрейямен кездеседі. Фрейя оған жорық кезінде көмектескені үшін алғыс айтады. Кайнен болса, оның халқын өлтірген аю емес, Морвен екенін, әрі қорқынышты құбыжық қайта оралуы мүмкін екенін ескертеді. Сөздерін аяқтамай жатып, кенеттен Гуннардың адамдары ауылға тұтқиылдан шабуыл жасайды. Екі жақ қиян-кескі соғысқа кіріседі. Кайнен мен Фрейя бірнеше жауды жайратуға үлгереді. Ал Хроктар болса, ырғайдай ірі, өр көкірек Гуннармен бетпе-бет келеді. Гуннар оны жерге құлатып, басын жаншайын деп жатқанда, Кайнен дер кезінде араша түседі. Гуннар қайта қарсы шабуыл жасамақ болғанда, оның адамдары өз көсемін тартып алып, шегіну керегін айтады. Шабуылдаушылар жылдам кетіп бара жатып, Гуннар Хроктарды өз халқын қырған қылмыскер деп айыптайды. Ауыл осы ауыр қақтығыстан кейін еңсесін көтеруге тырысады. Сол сәтте Кайнен мен Фрейя отырып, екі ауыл арасындағы бұрыннан келе жатқан араздықтың мәнін талқылайды. Бұрындары Вульфриктің әкесі француз басқыншыларына соққы беру үшін барлық ауылдарды біріктірмек болған. Барлық жиналған, тек Гуннар ғана келмеген. Жас әрі қызба Вульфрик мұны сатқындық санаған. Мүмкін содан кейін Гуннар да кек алып, өзіне жасалған шабуыл осы сатқындық үшін болды деп ойлаған шығар. Сөйтіп екі ауылдың да бір-бірін жек көретін өз себептері бар. Ауыл сыртындағы орманда Гуннардың жасақтары ақылдасып, Вульфрикке келесі шабуылын жоспарлап жатады. Сол сәтте бір адам шетке барып, іздер сындырмақ болады. Ол көлдің жанына барып тұрғаны сол еді, жасырынған Морвен оған тап береді. Құбыжық оларды тиіспей қояр ма еді? Бірақ көзге шағылысқан жарықты жек көретін сияқты. Осыдан кейін оның жолындағы ерлердің бәрі бір-бірлеп қырыла бастайды. Тірі қалғандар мұны Вульфриктің адамдарының тұтқиыл шабуылы деп ойлайды. Бірақ көп ұзамай Гуннар өзі Морвенмен бетпе-бет келеді. Бұл алып, қасқыр тектес, құйрығынан бірнеше жарық шашатын, тікендер шығатын жат ерлі мақұлық еді. Осы кезде тірі қалғандар қарсыластарының өздерінен әлде қайда күшті екенін түсініп, Хроктардың ауылына қарай қашады. Көп өтпей, Кайнен Гуннардың ауылға қарай жүгіріп келе жатқанын көріп, дереу қақпаны ашады. Бәрі оны жауды ішке кіргізіп жатыр деп ойлайды. Вульфрик Гуннарды өлтіргелі жатқанда, орман ішінен көк түсті жарықтар жарқ ете түседі. Сол жарықтар бір адамды қақпанға түсіріп, лезде талап тастайды. Сосын жарық қызыл түске ауысып, Морвеннің үрейлі бейнесін көрсетеді де, құбыжық орманға сіңіп кетеді. Енді ғана бәрі Кайненнің шындықты айтып келгенін түсінеді. Сол түні ұлы залда кеңес өткізіліп, келесі қадам талқыланады. Кайнен ашық далада Морвенмен соғысу мүмкін еместігін айтып, басқа тәсіл ойлап табу керегін жеткізеді. Келесі күні ауылдың адамдары негізгі қақпаның дәл алдына қақпан қаза бастайды. Терең шұңқырды қазып, оны өте жаңғыш кит майымен толтырады. Жерге біраз қазық қағып, үстін борпылдақ топырақпен бүркеп, жабын жасап қояды. Алыстан қарағанда кәдімгі лашық секілді көрінеді. Бәрі дайын болғаннан кейін Фрейя мен Кайнен сорпа ішіп отырып әңгімелеседі. Сол сәтте Кайнен өзінің қараңғы сырымен бөліседі. Ол Морвенді жай ғана өлтіргісі келмейді. Оны толық жеңіп, өткеннің бәрін жуып шаюды армандайды. Оның халқы шын мәнінде өзге әлемдерді жаулап алатын жоғары технологиялы раса еді. Олар көптеген планеталарды басып алып, соңында Морвендердің дүниесіне жеткен. Басқа жердегідей, ол жақтағы тіршілік иелерінде қару-жарақ пен бомбалармен жойған. Тірі қалған Морвендер соңғысына дейін аңдалып құртылған. Ал Кайнен сол кеңею саясатына қатысқан. Жаңа әлемдерді отарлаумен айналысқан әскер құрамында болған. Морвендерді толық жойып, жерін иемденсек, отбасыңмен бірге жаңа қоныс аласың деген уәде берілген. Кайнен осы міндетпен аттанған кезде тек бірнеше күн өткен еді. Сол кезде ол
бір Морвен қырғыннан тірі қалып, оның халқының колониясын түгел қырып, кейін Кайненнің кемесінің желдеткіш жүйесінде жасырынғанын білген. Міне, сол Морвен қазір ауылды қанға бөгіп жүрген құбыжық болып шықты. Кайнен бәріне өзіні кінәлімін деп қиналады. Бірақ Фрейя оны мұншалықты өзін жегідей жемеуге шақырады. Вегетада түзелсе, сен де түзелесің дейді ол. Жігерін көтеру үшін алдағы шайқасқа өз әулетінің қылышын сыйға тартады. Түн болғанда жауынгерлер қақпаны ашып, Вульфрик пен Кайнен сыртқа шығып, құбыжықтың көрінуін күтеді. Қараңғылық пен ақырын жауған қардың салдарынан түк көрінбейді. Кайнен шамды орманға қарай лақтырып еді, Морвен дәл алдарында тұрғаны анықталады. Сол сәтте екеуі қаша жөнеліп, құбыжықты ауылға қарай айдайды. Олар алдын ала қызықтармен жасырынған қақпанның үстінен абайлап басып өтіп, лашықтың арғы бетіне шығады. Морвен олардың артынан ере сала, тікелей жанғыш сұйық май құйылған шұңқырға құлап түседі. Бірер секундтан кейін садақшы бірнеше тұтанған жебені лашыққа жаудырып, алып жарылыс тудырады. Барлығы оның қаншалықты қуатты болғанына таңданып тұрғанда, ауылдың ішінен құдықтан кішірек жаңа Морвен шыға келеді. Фрейя мен әкесі қауіпті бетпе-бет тоқтатпақ болады. Бірақ қарт патша өлімші болып жараланады. Алғашқы Морвен де от ішінен тірі шығып, бұрынғыдан да қаһарланып оралады. Вульфрик пен Кайнен бірге шабуыл жасайды. Бірақ құбыжыққа шамалары келмейді. Ол бір ауыл тұрғынын шеңгелдеп орманға қарай қайта жоғалады. Ертеңіне бүкіл ауыл жаңа шабуылдан қорқып, көшуге қам жасайды. Жаңадан патша болған Вульфрикке Кайнен құбыжықпен бірге соғысудан басқа амал жоқ екенін айтады. Екеуі де кішкентай жасақ жинап, бала Морвен шыққан құдық арқылы жер асты үңгірлеріне түспек болады. Бірақ алдымен Кайнен жаңа қару соғу қажет дейді. Ол Фрейя мен Вульфрикті кемесі құлаған көлге апарып, су астына түсіп материал алмақ болады. Суға сүңгіп, кемесінің сынықтарын тез ақтабады. Ол туған планетасының аса берік, жеңіл әрі иілгіш металынан үлкен бір бөлшекті алып шығады. Бірақ су бетіне көтерілгенде отырған қайықтарының қирағанын көреді. Ал Вульфрик ес-түссіз ағашқа жармасып жүзіп жүр. Фрейяның болса ізі де жоқ. Кайнен Вульфрикті ауылға жеткізіп, Баромирге әлгі металды береді. Ұста сол металдан жаңа қылыш соғып шығады. Барлығы дайын болған соң, викингтер құдыққа түсіп, таңғаларлық үлкен жер асты үңгір жүйесіне тап болады. Бір қараңғы үңгірде Фрейя есін жиып, өзін құбыжықтың өлекселерден жасалған ұясында жатқанын көреді. Жан-жаққа қараса, бала Морвен бір өлікті жеп отыр. Ол басын бұрады, бірақ Фрейяға шабуыл жасамайды. Біреулердің келгенін сезген сияқты еді. Сол арада Кайнен бастаған топ үнсіз жүріп келе жатқанда, бала Морвен оларға тап береді. Ол Баромирді лезде өлтіреді. Бірақ сан жағынан басым адамдар оны ауыр жаралап өлтіруге қол жеткізеді. Жақын маңда болған Фрейя айғайлап Кайненді шақырады. Оның дауысы Кайненге жетеді. Бірақ сонымен бірге жарылыстан жараланған ана Морвенге де естіледі. Кайнен мен Вульфрик Фрейямен қайта қауышады. Үшеуі қараңғы үңгірлерден тез шығып кетеді. Олар тау шатқалының жанындағы сарқырама аузына дейін жетеді. Ал іште ана Морвен баласының денесін көреді. Үсті басы жара-жара. Бұл оны ақылынан адастырғандай. Көп ұзамай тірі қалғандар қашып бара жатқанда, ана Морвен Вульфрикке тап береді. Жаңа тағайындалған патша бұл өзінің соңғы сәті екенін түсініп, бар күшімен шайқасады. Ол жан дәрменмен құбыжықтың жүзін шапқылайды. Бірақ өзі де ауыр тістеледі. Соңында Морвен Вульфриктің жансыз денесін Кайненнің алдына лақтырып, оны шайқасқа шақырғандай болады. Шығатын жол қалмаған соң, Кайнен қылышын алып қайтадан үңгірге кіреді. Өте жылдам соққы беріп, тасада тұрып шабуылдайтын құбыжықтың айласын әшекерлеуге тырысады. Бірақ Кайнен де қарап қалмай, оның құйрығындағы бір шипасын шауып түсіреді. Ана Морвен Кайненді жаншайын деп қалған сәтте Фрейя жетіп үлгереді. Ол құбыжықты алаңдатып, Кайненге шешуші соққы жасауға мүмкіндік береді. Екеуі де үңгірден сырғып шығып, сарқырама жиегінде қалады. Құбыжық құламайын деп Кайненнің сол қолынан асылынып тұр. Сол сәтте Кайнен данышпандықпен қылышын алып, Морвеннің қолын шауып түседі. Құбыжық терең тұңғиыққа құлап жоғалады. Жат жерлі құбыжықпен болған осынау сұмдық соғыстан кейін Кайнен викинг ауылында қаламын деп шешеді. Ол Фрейямен бірге өмір сүрмекке бел буады. Тіпті реп карьерасын бастаймын деп бәрін күлдіріп қояды. Көп ұзамай оны жаңа патша етіп жариялайды. Геноцид жасаған келімсектен артық патша кім болсын? Осындай видеоларды көргіңіз келсе, жазылып, қоңыраушаны басып, үліпіл қойып қолдаңыздар. Көргендеріңізге көптен көп рахмет.